ғасырлар көшінде халықпен бірге жасасып, оның өмірінің ажырамас бөлшегіне айналған бата мен тілек халық өмірінің айнасы. Десе де, соңғы жылдарда осы бәтуалы бата мен тілек ара-жігінде әбден шатастырып алған сияқтымыз. Осыдан болар, кейде тойда айтылған тілекті батаға жатқыза саламыз, немесе керісінше. Халқымыз батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер, баталы ер арымас, батасыз ер жарымас, жақсы сөз жарымырыс деп текке айтпаған. Адамның адамдығын тілеуіне, пейіліне қарап өлшейтін қазақ баласы айтылған сөзге, тілеген тілекке, берілген батаға ерекше мән берген. Сондықтан той-томалақта, келелі жораларында бір-біріне тілек тілеп, қадірлі қариядан бата алу ғылым заманнан дәстүрімізге айналып, тұрмыс-тіршілігімізбен біте қайнасып келеді. Алты алаштың ардақтысы болған би-шешендеріміздің берген баталары ел аузында сақталып, халық мұрасына айналып, қазақ фольклорының дербес шағында жанр ретінде қалыптасты. Ұйқасты, ырғақты болып келетін, тұрақты образдарға негізделген бата халқымыздың жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, обал сауап тұрғысында моральдық этикалық түсініктерінің айғағы іспетті. Киелі сөзге айналған бата үш түрге бөлінеді: ақ бата, теріс бата және сертесу батасы. Ақ бата игі ниетпен туғандықтан ел аузында сақталып, жаңғырып дамып отырды да, жақсылыққа ғана құштар халқымыз теріс батаны ұмытуға тырысты. Ал сертесу батасы құдалықта, серт пен уәдеге, елшілікте, ел арасында маңызды үлкен шараларда жасалатын жол. Ол хан, ақсақалдар, билер алдында, әруақ ортында да жасалып, қол алысып орындалатын ғұрып. Оны бұзу, яғни бата бұзу қарғыспен тең. Сондықтан ақ батаның нәрестеге бата, асқа бата, ұлға бата, қызға бата, келінге бата, жолаушыға бата, жастарға бата, сүндет той батасы, наурыз батасы, ораза айт батасы, жарапазан батасы, ас қайыру батасы деген сияқты түрлері өте көп. Батаны кімдер береді? Батаны жасы үлкен, сөзге шешен, сыйлы адамдар береді. Қазақ халқында бата берудің өзіндік орны мен жолы, жөні бар. Батаны халық арасында үлкен адам болмаса, көптің рұқсатымен жас бала да бас боларлық жолы, жөні бар адам береді. Ерлер отырғанда әйел бата бермейді. Әйелдер арасында сөз білетін бір ер бала отырса, әуелі сол бата беруі тиісті. Халқымызда батырларға, билерге ардақты аналардың да бата берген кезі бар. Бата көзі тірілерге ғана емес, әруақтарға да жасалған. Және де қуаныш пен тойдың ретіне қарай соған лайықты бата беріледі. Қазақта үйленгенде атасы, ол болмаса сол әулеттің үлкені, әкесі бата беруі тиіс. Той иелерінің қалауымен екі жасқа бата беруді басқа да үлкен кісілерден сұрауға болады. Бірде тойда отырып қатты ыңғайсыздандым. Асаба 60-ты алқымдап 70-ке жақындап қалған қариядан жас отау иелеріне ақ батасын беруді өтінді. Жұртшылық алақанын жайып бата күтті. Ал атамыз не дейміз? Бақытты болыңдар, көтерген шаңырақтарың биік болсын, бір-бірлеріңді демеп жүріңдер, шырақтарым, әумин деп қысқа қайырды. Бәрі де әумин деп бет сипады. Бұл бата ма, тілек пе? Қазақтың батасы көбінесе өлең түрінде өріліп, ал ол Құдайым оңдасын, желеп-жебеп қолдасын, уа жаратқан ием құдірет, тілегімді қабыл ет, ақ батамды берейін, арта берсін мерейің деген сөздермен басталатын секілді еді. Ал батыр бол, бай бол, бақытты бол, ақ сақалды қария бол, қосағыңмен қосағар, үбірлі-шүбірлі бол, Алла тағала пәле-жаладан сақтасын деген ақ тілектер баталы сөздер болып саналады. Осы орайда филология ғылымдарының кандидаты Ақеділ Тойшанұлының бата мен тілекке қатысты мақаласынан үзінді келтіре кеткенді жөн көріп отырмын. Тілек пен батаның ерекшеліктерін айта кетейік. Ақ батаны екінің бірі емес, тек қана батагөй, ақсақал, алқаның топтың атынан қалыптасқан формулалы өлеңді пайдалана отырып беретін болса, керісінше кез келген қарапайым адам қандай да бір істің үстіне тап келген
оң ниетін білдіру мақсатында жаттап алған тілек сөздерін есіне түсіріп шама-шарқынша айтатын әдеті бар. Батаның көлемі недәуір үлкен, құрылымы күрделі болса, тілектің көлемі қысқа, бір-екі жолдан құралған ырғақты қара сөз немесе тақпақтап тұрады. Бата аяқталғанда қалың қауым бір ауыздан әумин айтқаныңыз келсін деген сөздерін айтып қошемет қолдау білдірсе, ақ тілекті естіген адам оған қарымта жауап қайтарып, көңіл күйін жедел білдіруі тиіс. Бір сөзбен айтқанда, тілек екі адамның диалогі ретінде орындалады. Мысалы, айтылған ақ тілекті қабыл алушы айтқаныңыз келсін, аузыңызға май, астыңызға тай, өз басыңа да сол келсін, Құдайдың құлағына шалынсын, Алла разы болсын деген дағдылы жауаптарды береді. Ал тілек тұрақты қайталанатын қасаң тіркестерден құралады. Оның мағынасы сол атқарылып жатқан іспен тікелей үйлесіп тұрады. Мысалы, ауылға жаңа жұртқа қонғанда қоныс жайлы, кереге басы майлы болсын. Жолаушы сапарға аттанғанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын. Аңшыға қанжыған қанды болсын. Шам жаққан балаға көзіңнің оты жансын, балаңның аты таңжарық болсын. Тағы басқа тілекті айту дәстүрге айналған, деп айтады. Ел есіндегі баталар, халық арасында ғасырлар бойы сақталып келе жатқан атақты баталар бар. Ол оның тәлім-тәрбиелік маңызының, өлең болып өрлеу шеберлігінің өте жоғарылығынан, көркемділігінен екені мәлім. Солардың ішінде Төле бидің Қойгелді батырға берген батасын, анасының Райымбек батырға берген батасын, Шәукенің Бөлтірік шешенге берген батасын, Соқыр абыздың Жәнібек батырға берген батасын, Қарасай батырдың балаларына берген батасын, Бауыржан Момышұлының батасын, Кененнің келіндеріне берген батасын халық жыр қылып айтады. Бата мен тілекті ажыратып қана емес, бата бере біліңіз де. Ал Наурыз мейрамы қарсаңында барша қазақстандарды айтулы күнмен құттықтап, ақ батамызды береміз. Ұлысың оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын, ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, пәле-жала жерге енсін, әмин деп бата берген. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.